Hello guys, how are you? I'm going to talk to you about summative assessment for the term for third grade. Сәлем достар, бүгін біз 3-ші сыныптың жиынтық бағалау жұмысына, яғни 1-ші тоқсан бойынша тоқталып өтетін боламыз. Сабақты бастамас бұрын сіздерге тағы бір айтатын мәселем, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер және сабақты соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Ал ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Listening task 1. Listen and write T if the sentence is true and F if the sentence is false. You will listen twice. I do many things during a day. I go to school during the day and play with my friends. Осы жерден түсінікті болу үшін аудармасында айтып өтейін. Мен күндіз көп нәрсе жасаймын. I do many things during the day дегеніміз. And I go to school during the day. Мен мектепке барамын және достарыммен ойнаймын. I like to go to the park. Мен паркке барғанды ұнатамын. In the summer, I go to the pool and sunbathe. Жазда мен бассейнге барамын және күнге қыздырынамын. I can see many things during the day. Мен күндіз көптеген заттарды көре аламын. I can see rainbows in the sky after it rains. Жаңбырдан кейін аспанда кемпір-қосақты көре аламын. Oh, I also like to watch clouds in the sky during the day. Және күндізгі уақытта аспандағы бұлттарды көргенді де ұнатамын. I don't do many things at night. Мен түнде көп нәрсе жасамаймын. I eat dinner. Кешкі асымды ішемін. Take a shower. Душ қабылдаймын. And go to sleep. Және ұйықтаймын. I like to watch the stars at night. And last week I saw a big moon in the sky. Түнде жұлдыздарды тамашалағанды жақсы көремін. Және өткен аптада мен аспаннан үлкен айды көрдім. I can even see bats and fireflies at night. But I don't like bats because I think they are scary. Мен түнде бір уақытта жарғанаттарды және жанатын қоңызды көрдім. Бірақ мен жарғанаттарды ұнатпаймын. Себебі оларды қорқынышты деп ойлаймын. Мінекей балалар, біз текстің мағынасын түсініп алдық, ал енді ары қарай тапсырманы орындайық. The girl can see a rainbow in the sky during the day. Яғни қыз күндіз аспаннан кемпір-қосақты көре алды. Демек бұл сөйлеміміз true. Келесі сөйлем The girl likes to watch the stars during the day. Бұл сөйлем false. Себебі мәтінде during the day емес, яғни at night деп тұр. Келесі сөйлем The girl can see bats and the fireflies at night. Бұл сөйлеміміз true, яғни түнде жарғанаттар және жанатын қоңыздарды көре алады. Мәтіндегі сөйлеммен сәйкес келеді, сондықтан бұл сөйлеміміз true, дұрыс сөйлем. Соңғы сөйлемге назар аударсақ, The girl thinks bats are beautiful. Яғни қыз жарғанаттарды әдемі деп ойлайды. Жоқ, мәтінде міне соңғы сөйлемге назар аударсаңыздар, because I think they are scary. Яғни false, дұрыс емес сөйлем. The next task for reading, оқылым тапсырмасы бойынша тапсырма берілген. Task 2, read the text and answer the questions. The title is the text, the sun and the moon. Мәтінді мұқият оқып шығыңыздар. Осы мәтіннің астында сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап жазу керек. What is the source of natural light? Табиғи жарық көзі қандай? The sun is the source of natural light. Next question. Why do we need the sun? Күн бізге не үшін қажет? We need the sun to live and be happy. Күн бізге өмір сүру үшін және бақыт әкелу үшін қажет. Үшінші сұрағымыз. When does the moon helps us to see? Бұл сұрақтың жауабын мына екінші абзацтан көре аласыздар. The moon is not a source of light, but it helps us to see at night. Яғни күн жарық көзі емес, бірақ
түнде ол бізге көруді, яғни жарық беріп, біз айналамызды көруімізге көмек береді. Last question. Why we can see at night? Because the moon reflects light. Next task 4, writing. Task 3, choose one animal. Write 3 sentences about the animal. Use the words in the table to help. Example, name the animal. For example, this is a bear. It is a big. It is a gray. It can swim. The bear eats the grass. Дәл осы сияқты қылып, осы структураны пайдаланып, өздеріңізде elephant and the frog бойынша сөйлем құрап көріңіздер. Келесі тапсырма speaking бойынша task 4, look at the pictures, суреттерге қараңыздар. Tell about the animal you like, өздеріңізге ұнаған жануар туралы әңгіме құрастырыңыздар. Answer the question, яғни сіздердің әңгіме құрастыруларыңызға мына сұрақтар көмектеседі. The first question, which animal do you like? Қандай жануарды ұнатасың? For example, I like a tiger, I like a horse. Second question, where can you see it? Сен оларды қай жерден көре аласың? We can see it in the zoo park. Біз оны зоопарктен көре аламыз. Үшінші сұрақ, what can you feed it with? Яғни олар немен қоректенеді? I can feed it with meat. Мен оған ет беремін. Last question, why do you like it? Ол саған несімен ұнайды? I like it because it is strong. Also, I am a tiger too. Маған жолбарыс ұнайды, себебі ол күшті, және мен өзім де жолбарыс. Осы структураны пайдаланып, басқа суреттерге сөйлем құрап көр.